Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жұмыртқаға малынып алып майға қуырылған капустаның рецептін ұсынып отырмын. Егер де менің рецепттерім сізге ұнап жатса, YouTube каналыма кіріп, коммент жазып, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Цветной капустамызды алдын ала салған су құйып 5-10 минутқа қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін сүзіп аламыз да жұмыртқаға батырып, сосын қуыратын боламыз. Капустамыз қайнап жатыр. Капустамыз қайнап дайын. Осыған енді 5 жұмыртқаны жарып алып, осыған салып алып қуыратын боламыз. Бірінші жұмыртқамызға шамалы ұн қосып жібереміз. Сонда өте дем болады. Араластырып аламыз. Көп қоспаймыз, шамалы қосамыз онда. Капустаны өстіп, жұмыртқамен ұнсаған жұмыртқамызға батырып аламыз да, қызып тұрған майға қуырамыз. Біртіндеп салып. Осылай бәрін салып алып, баяу отта астыңғы бетін қуырамыз, одан кейін барып екінші бетін айналдырып қуыратын боламыз. Асты қызарған уже екінші бетін аударамыз. Бәрін аудардық. Осылай қуырып ала береміз. Екі беті де қызарды. Достар, егер де менің майға қуырылған цветной капустамның рецепті ұнаған болса, каналыма кіріп тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.